Қайырлы күн баршаңызға. Дәл осындай дәмді әрі тойымды, құрамы жеңіл қазақша паста дайындаған кезде менімен бірге болыңыздар. Етімізді жуамыз, картофелімізді дайындап аламыз. Кез келген ет жарай береді. Мен бұл жерде ұсақ малдың қабырғалық етін пайдаландым. Сүйектерін шауып, ұсақтап турап. Картопты да 4 бұрышты пішінде турап, өз қалауларыңыз бойынша да турауға болады. Жуамды да турап, майымды құйып, қызған майға жуамды салып, сәл қызарғанша қуырып аламыз. Қуырылған жуамыздың үстіне туралған етімізді салып, жақсылап араластырып қуырып аламыз. Сәл араластырып алуымыз керек. Көріп тұрғандарыңыздай орташа отқа қойып, қақпағын жауып қоясыздар. Жай отта қуырылғаннан кейін кішкене су құйып, бұқтырып, қақпағын қайта жауып қоямыз. Бұқтырылып піскен етіміздің үстіне картофелімізді салып, жақсылап араластырамыз. Бұл жерде мен ешқандай дәмдеуіштер қосқан жоқпын. Қаласаңыздар қоссаңыздар болады. Мен қоспадым. Қайтадан қақпағын жауып қоямыз. Барлығын бұқтырып болғаннан кейін жақсылап суымызды құйып, тұзымызды салып, қайнатуға қоямыз. Қайнап тұрған суымыздың үстіне рожкемізді саламыз. Және жақсылап тегістеп, көріп тұрғандарыңыздай қақпағын жауып қоямыз. Және отты бәсеңдетеміз. Мінекей қазақша пастамыз дайын. Ас болсын.